Не себепті отандық ғалымдар қыруар ақша төлеп ақылы түрде шетелдік журналдарға мақала жариялап жатыр. 2 жылдық стипендиям сол Скопусқа мақала төлеуге кетеді деп солай расчет жасайды да. Бұл құрметті докторанттар, бұл мүлдем дұрыс емес. Делдалдық компаниялар деген шықты, осы мақалаңды шығарып береміз деген сияқты. Ал бірақ грант қаржыландыруының ережесінде жазылған, бұндай делдалдық компаниялардың көмегіне жүгінуге болмайды. Ақылы еместеріне берсеңіз, сіз мысалы үшін 1,5 жылдап, 2 жылдап күтесіз да. Ол кезде біздер білеміз, біздерге берілетін ғылыми жобалар әдетте қанша бар болғаны 2,5 жылға ғана беріледі. Сіз ол аралықта жаңа ғалымдар мақаланы жариялап үлгермесе, оларға үлкен штраф салынады. Кетелдік мысалы кеңістікті алатын болсақ, олар тіпті мына MDPI журналдарын, я болмаса мына ақылы деп есептелетін журналдарды мысалы олар көбіне мойындамайды. Осы тұрғыда мен келісе алмаймын сізбен. Бірінші мәселе, докторанттың бәрі ақылы шығарады деген ол өтірік. Позициямды дұрыс түсінген жоқсыз. Журналдар қояды ғой ондай. Жоқ, соны айтып отырмын ғой. Енді қараңыз, бұл мәселені қалай шешеміз, Бірден мен позициямды түсіндіріп жіберсем болады ма? Менің ғылыми жетекшім қалай шешеді бұл мәселені? Модератор мен сияқтымын бұл жерде. Жоқ, мен айтайыншы.